Сіз мотивация күнде тыңдарсыз. Әр түрлі кәсіп туралы роликтер көрерсіз, тренингтерге барарсыз. Әр түрлі кітаптар анда-санда оқисыз. Бірақ сіз осыларды қолданбасаңыз, ешкім келіп сіздің өміріңізді өзгертпейді. Психологқа барсаңыз, бәрін өзіңізден бірінші сұрап біліп алады. Сол ойыңызды, эмоцияңызды сұрастырады да, сонан соң өзіңізге былай істе деп кеңес береді. Сіз қартайғанда осыны бір істеп көрмеппін. Мен осыны істесем мықты адам, кәсіпкер немесе өз ойыңыздағы тұлғадай болар едім деп кейін өкінгенше дәл қазірден бастаңыз. Нәресте алғаш тәйтейлағанда құлайтынын білсе, содан қорықса ол ешқашан жүрмейтін еді. Біздің қорқынышымыздың 99% орындала бермейді екен. Біреуіміз қараңғыдан қорқамыз, өрмекшіден, бүйеннен, жыланнан қорқамыз. Мұндай фобиялар көп, бірақ осының бәрі орындалды ма? Жоқ. Ал сіз күнде жаттығуларды тек соцсеттен көрдіңіз. Одан сіздің дене бітіміңіз өзгерді ме? Ешкім келіп сіз үшін жаттығу жасамайды. Сондықтан дәл қазір іске көшіңіз.